Айтқаны айнымай келетін 3 жасар көріпкелін болжамы елді шошытты. Бұл оқиға менің жас кезімде болған еді. Ол кезде мен 18 жастамын. Әлі тұрмысқа шықпағам. Ата-анаммен бірге тұратын. Мектепті жаңа бітіргем. Сабақ үлгерімім орташа болғандықтан институтқа бармадым. Келесі жылы медициналық училищеге құжат тапсырам деп шештім. Жаз мезгілі болатын. Көршінің әйелі босанатын болып ауруханаға кетті де 3 жасар баласы Әлмұхаметке қарайтын кісі қажет болды. Мен бос болғандықтан Әлмұхаметке күтуші болуға келістім, ақысына. Оған ата-анам да қарсы болмады. Кешке Әлмұхаметті ұйықтатып, сосын үйге қайтатынмын. Кішкентай болса да ол ұйықтар алдында ертегі оқып беруімді сұрайтын. Мен үйде тұрған кітаптардан күнде ертегі оқып беретінмін. Бір күні кешке ертегі оқып отырғанда Әлмұхамет «Сенің әкең бар ма?» деп сұрады. Мен «Иә, менің әкем бар, ол өте жақсы адам» деп жауап бердім. Әлмұхамет жеңіл күрсінді де бәсең үнмен «Ол сенің туған әкең емес қой» деді. Сол кезде оның бұл сөзіне мән бергем жоқ. Арада 5 жыл өткенде әкемнің маған өгей екенін, мен 7 айлық кезімде анама үйленгенін білдім. Тағы бірде Әлмұхаметпен көшеде келе жатқанбыз. Қасымыздан өтіп бара жатқан әскери кісіні көрсетіп, ол отан қорғаушы ер адамдарға әскери киім жарасады дедім. Ол үндемеді. Үйге келген соң ренішті үнмен әскери адам ұнаса әлі-ақ сонымен алыс жаққа барып тұрасың деді. Анасын сағынған болар деп ол кезде Әлмұхаметтің ол сөзіне де мән бермедім. Алайда арада бірнеше жыл өткенде әскери азаматқа тұрмысқа шығып, туған жерден жыраққа кетуге мәжбүр болдым. Анасы ауруханадан шығып келген соң Әлмұхаметке өзі қарайтын болды. Көп ұзамай менің ініммен бірге Әлмұхаметті де балабақшаға орналастырды. Көбіне оларды кешке балабақшадан мен алып қайтатынмын. Сондай кездерде Әлмұхамет маған ойда жоқта бірдеңені айтып салатын. Оның сол айтқандарының кейін дәл келетінін мен ол кезде сезген де жоқ болатынмын. Бірде ол «Сенің бірде 2 балаң болады» деді. Оның бұл айтқаны да дәл келді. Бүгінде бір-бірінен аумайтын 2 ұлым бар. Арасы 1 жас болғанына қарамастан, елдер оларды ажырата алмайды. Білмейтін кісілер егіз бе деп сұрайды. Тағы бірде інім мен Әлмұхаметті балабақшадан алып қайтып, қыс мезгілі, күн суық болатын, қолғабымды ұмытып кетіппін. Қолым тоңып қызарып кеткенін көрген Әлмұхамет «Байқа, қолыңды суыққа шалдырып алма, әсіресе мына қолыңды» деп сол қолымды көрсетті. Арада 2 жыл өткенде қолымда үсік шалды. Сол қолым қатты зақымданды. Анасы ауруханада жатқанда Әлмұхамет «Анам ауруханада бекер жатыр, дәрігерлер бәрібір көмектесе алмайды» деген еді. Расымен де сәби туа сала шетінеп кетті. Тағы бірде Әлмұхамет маған «Әжең қатты жөтеліп жүр ғой» деді. Сол кезде оның бұл сөзіне таң қалдым. Баланың жай айта салған сөзі деп қабылдадым. Өйткені әжем сап-сау болатын. Алайда арада 4 ай өткенде әжемнің өкпе қатерлі ісігіне шалдыққаны анықталды. Ауру тез өршіп, көп ұзамай әжем қайтыс болды. Әлмұхаметтің айтқанына кейіннен ғана мән бере бастадым. Өйткені араға жылдар салып оның айтқандары дәл келіп жатты. Бүгінде менің ұшақпен ұшпаймын, үйде гүл өсірмеймін, ит көрсем 1 шақырым жерден айналып өтемін. Себебі ол маған осылардан сақтануды айтқан. Бірде Әлмұхаметтің ата-анасы қонаққа баратын болып, менен оның қасында болуымды сұрады. Мен келістім. Жатар алдында мен оған сандар жайлы өлең оқып отырдым. Кезек оның санына келгенде ол «Болды, бұл жаман сан» деп менің қолымдағы кітапты алып жауып қойды. Ол сол кезде өзінің өлетін күнін сезді ме екен? 2010 жылы 10 қазанда Әлмұхамет қайтыс болыпты. Ол кезде мен басқа қалада тұратынмын. Оның неден қайтыс болғаны туралы ешкім білмейді екен.